Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді қатпарлы самсаның рецептімен бөлісемін. Бұл рецептпен самсаларыңыз қытырлақ, дәмді, тура дүкендегідей болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен илектен өткізілген 1 килограмм ұнға 8 грамм тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ортасын ашып 500 грамм су құямыз. Кәдімгі краннан алынған су. Енді қамырды илейміз. Қамыр қаттылау қамыр болады, басында осылай бірікпейді. Қатты басып илейміз. 15 минут пакетке салып тындырамыз. Ол кезде жұмсаратын болады. Қазір осылай толықтай қолдың күшімен басып қамырымызды біріктіріп алу қажет. Жақсылап күшпен басасыздар. Қамырды илеп алдық. Енді осыны 4 бірдей бөлікке бөлеміз. Қамырымызды 4 бірдей бөлікке 388 граммнан бөліп алдым. Барлығын бірдей болды. Енді осыны дөңгелектеп 15 минутқа қалдырасыздар. Міндетті түрде 15 минутқа қалдыру керек. Сонда іртік кетеді. Қамыр әдемі болып тұрады. Бетін жауып пакетке салып қоясыздар. Бетін ашық қалдырмаңыздар, әйтпесе беті қаязып қалады. 4 көше жасап алдық. Енді осыны осылай пакетке салыңыздар. 15 минут тұру керек. Беті қаязып қалмасын, жауып қойыңыздар. Қыздар, қамырымыз тынып тұр міне. Қатты қамырымыз жұмсақ әдемі болып тұр. Қатты қылып илей беріңіздер. Әр қамырды жеке илейміз. Самсаның арасына марго деген маргарин алсаңыз жақсы болады. Менде ол маргарин болмағандықтан слоеный деген маргарин алдым. Егер тауып жатсаңыздар, марго маргаринін жақсы болады. Қамырға ұн септік, осылай жұдырықпен басып алсаңыз болады. Содан кейін оқтаудың көмегімен жақсылап жаясыздар. Қамыр үлкейген кезде ұнды көп сеппейсіздер. Қамырыңыз гладкий, әдемі болып тұру керек. Теп-тегіс дөңгелек етіп жаюдың маңызы жоқ. Тек қана жұқа етіп жайсаңыздар болады. Сол ең маңыздысы жұқа етіп жайғандарыңыз. Қамырды осылай жайып алдық. Тым үлкен болмайды. Осылай жайып бөлек мата дастарханға қоя беріңіздер. 4 қамырды да осылай жайып аласыздар. Сосын барып арасына май жағамыз. Мынау жаңағы 3 қамыр, біреуі столда тұр. Осындай мата дастарханға қойып алдым. Мынау 4-ші қамыр, енді осыған май жағамыз. Майды дәл осылай етіп аздап ертіп аласыздар. Қатты қайнатпаңыздар, қайнатуға болмайды, кішкене ғана ертіп аласыз. Бұл май су жоқ май, енді мына қамырдың бетіне жағамыз. Мына жерде мен 200 грамм ғана май ерттім, соны осылай жағып шығасыздар. Қолмен жақсаңыздар да болады, немесе щеткамен жақсаңыздар да болады. Өз еріктеріңіз. Міне 4 қабатқа да осылай жағасыздар. Мына жерде 4 қабатқа да май жағып алдық. Енді оқтаумен ораймыз. Енді мынандай оқтауға орап аласыз. Қазір сіздерге орап көрсетемін. Дәл осылай кішкене тартып тұрып орайсыздар. Қамырды оқтауға орап алдық. Енді пышақтың көмегімен тура дәл ортасынан кесіп аласыздар. Сосын былай ажыратамыз. Осындай қамыр жасап алатын боламыз. Кішкене басып жүрсеңіздер де болады бетінен. Енді осы қамырды дәл ортасына бөліп аласыздар. Ұзынан бойы бөліп. Енді осыны тура осындай формамен бөліп шығамыз. Маргариннің ерекшелігі шылқылдап бетіне тұрмайды. Осындай тоңып қалады бірден. Қамырымызды 4 зуалақ қылып жайып алдық қойда бір-біріне. Соны 2 зуалақ қылып былай жіңішкелеу етіп жайсаңыздар болады, уақытты экономдау үшін. Енді осыны 2-ге бөліп жартысын аласыздар да былай кесесіздер.
және де осыны былайынан жасап шығамыз. Слой түсу керек бетіне, сосын осылай жасаймыз. Міне осылай болып тұрады. Осыны мына жағынан жасайсыздар, екі шетінен салмасын ішіне салып бүктейтін боламыз. Енді екінші әдісін көрсетемін. Қамырды алып ортасынан кесесіздер, былай біріктіресіздер. Мынау слой жағы бетінде түсу керек. Біріктіріп болып осылай басасыздар. Сосын бұны кішкене холодильникке қойып қоямыз. Майы бір-біріне сіңу керек. Сіңгеннен кейін ғана жаямыз. Самсаларын барлығын біріктіріп алдық. Енді әр қайсысын 40 грамнан өлшеп шығасыздар. Бар мен 40-41 грамнан өлшеп шығамыз. Қалған бөліктерін біріктіріп аламыз. Осылай барлығын 40 грамнан өлшеп аламыз. Енді осылардың барлығын ұнға аунатып алатын боламыз. Сонда слойлары бетіне тұру керек. Ұнға аунатып алып, пакетке тізіп саласыздар. Холодильникке біраз қойып қоямыз, сосын шығарып жаямыз. Холодильникке салып қойсаңыздар, жаюға ыңғайлы болады. Осы бойы да жая берсеңіздер де болады, өз еріктеріңіз. Мына жерде ұнға аунатып қойдым, пакетке салып қоясыздар, ато беті қаязып қалады. Менде 51 штук самса шықты. Самсаның салмасына 250 грамм тартылған ет, және 500 грамм ұсақтап туралған пияз, қара бұрыш және тұз қосып жақсылап араластыратын боламыз. Тартылған еттің майсыз болғаны дұрыс. Араластырып алдым. Қамырымыз 1 сағат холодильникте тұрды. Енді қазір осыны қатпар жағын жаямыз. Қамырымызды аламыз, сосын видеодағыдай жұп-жұқа қылып жаямыз. Шет жақтарын жұқалап жая беріңіздер, өйткені бір-біріне жабыстырып орайтын боламыз. 4 бұрышты форма жасайтын боламыз. Ұн себудің қажеті жоқ, ұн сеппей жая берсеңіздер болады. 1 шай ас қасық начинкасын саламыз. Сырмен жасасаңыздар да болады. Асқабақпен, сырмен, етпен қатыруға болады, ал картошкамен қатыруға болмайды. Өйткені картошка үсіп кетеді. Картошкамен тек пісіріп қана қатыруға болады. Дәл осылай формасын жасап аламыз. Қазір сіздерге тағы тию әдісін көрсетемін. Қамырды жайып алдық, 1 ас қасық начинкасын саласыздар, сосын бір-біріне жабыстырамыз. Енді лиске пергамент қағазын төсеп самсаларымызды саламыз. Самсаларымызды үш бұрыштап та жайып түйіп алдық. Енді жұмыртқасын жағып қатыра берсеңіздер де болады. Кунжут, мак ештеңе себудің қажеті жоқ. Базарда бұл самсаны дәл осылай сатады, ешқандай мак, кунжут себілмейді. Тура базардағыдай самсамыз пісіп шықты. Қараңыздар, бетіндегі слойын қараңыздаршы, не деген керемет. Қазір сіздерге мына ортасын бөліп көрсетемін. Ортасы мінеке осында қытырлақ, дәмі деген сочный, керемет. Базардың самсасынан еш қажері артық емес. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын самсалар. Отбасыларыңа жасаңыздар, отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Ас болсын.